қойын дәптері болады, сол қой. Келіп отыр, осы мектептің қазақ тілінің әдебиет пәні София Салтанатовна. Мен сізге ұсынғым келіп отыр, сіздер тәттідегі жазуды оқып жүрсеңіз, жас ұрпақтың бойына құндылықтар дарытқаныңыз үшін мен жас ұрпаққа сізге кейде келе жатқан буынмын ғой. Жас маман ретінде мен сізден біраз нәрсе алдым, сол үшін рахмет сіздерге. Тәттіні мен өзім қатысқан тарих пәнінің мұғалімі Наурыз деген артымыздан келе жатқан жас ұрпақ өлкенің үшін талай биіктерді шыңына шығуға тілекшімін. Ішінде барлық салт дәстүріміз, ұлттық құндылықтарымыз насихатталды. Сізге табыстарымыз келеді. Алдағы жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Озат тәжірибеңізбен бөліскеніңіз үшін мен бүгінгідей шаралар көптеп өтетін болса, сосын ешқандай ынжық ұрпақ өмірде болмайды деп сенемін. Қызықты тәрбиелік шараңызбен бөліскеніңіз үшін шынымен де рахмет, көп қызықты шараңызбен бөліскеніңіз үшін. Ерекше мұғалім мен ешқандай кем болмай, тәрбиесі жөніндегі мұғалімдер атында да отырып, сәулеге бергенім дұрыс деп 2-3 мұғалім қолдап отыр. Досқалиева Олжан. Әдемі баламыз әдіс керемет болды, балаларды өте жақсылап шықты. Тәрбиелік шараға оқушыларды белсене қатыстырғаны үшін сізге көптен көп рахмет айтамын. Және оқушыларға сіздер жаңағы күшті тартпағы жасағансыз. Келіп шараға қатысып жатыр. Ал сіздерге рахметімді айтқым келеді. Сайыс өтті спорт залда. Таңсық емес, барлықтарыңыз білесіздер, кісілерді шақырған күйлері. Бүгін ауданымыздағы Темірбек Жүргенов атындағы 122-ші мектеп-лицейінде тәрбие бағытындағы жобалар, оқушылар бойында ұлттық құндылықтарды қалыптастыру бағытында аудандық семинарға қатысып отырмын. Аудандық семинар аясында дебат зияткерлік ойындарына, сонымен қатар сынып сағаттары, шеберлік сыныптарына қатыстық. Енді осы жаңа форматтағы ұйымдастырылған тәрбиелік шаралар барысында біз әрбір баланың бойында жеке тұлға тек ұлттық құндылықтарды қалыптастырып қоймай, олардың бойындағы ой өрісін дамытатын, ойын жетілдіретін, өз ойын пікірін жеткізе білетін тұлғаларды тәрбиелеу бағытындағы шараларды көрдік деп айтуға болады. Соның ішінде ерекше айтатынымыз дебат ойындары ерекше айтып өтуге болады. Себебі әрбір бала осы дебат ойындары арқылы дебат зияткерлік ойынның ерекше мәнін түсінген деп айтуға болады. Себебі тек қана балалар өз ойын пікірлерін айта отырып, аргументтер мен фактілерге сүйене отырып, өз ойын толық жеткізе білді. Сонымен қатар сынып сағатына қатыстым. Сынып сағатында балалар өздерін еркін, жақсы сол тақырып аясында өздерінің ойларын жақсы жеткізе білді. Және де сол жаңағы сынып сағатын ұйымдастыру барысында сынып жетекшінің жаңа форматта ұйымдастыра білуі байқалды. Сонымен бірге қазіргі таңда ең осы өзін-өзі басқару ұйымы оқушылар парламентінің қолға алынғанын осы шара аясында шеберлік сыныбында байқадық. Шеберлік сынып барысында өзін-өзі басқару парламент мүшелері барлығы толықтай қатысып, өздерінің ерекше қабілеттері бар оқушылар екендігін көрсете білді. Сонымен қатар біз осы өзін-өзі басқару ұйымының жұмысын әрі қарай жандандыруымыз қажет деп ойлаймын. Барлықтарыңызға рахмет. Жұмыстарыңызға шығармашылық табыс, әрдайымда мектепке абырой биігінен көріне беріңіз демекпін. Қайырлы күн, әріптестер. Бүгін міне біз Темірбек Жүргенов атындағы номер 123-ші мектеп-лицейдің керемет бір дүниесіне, яғни аудандық семинарына қатыстық. Тәрбие бағытындағы жобалар оқушылар бойында ұлттық құндылықтарды қалыптастыру негізі. Бұндай жалпы тәрбиеде
ұшы қиыры жоқ күнделікті жаңалық еніп отыратын сала. Осындай қиындықты, жаңалықта жатсынбайтын тәрбие мамандары әрқашан біздің ортамыздан да табылады. Дәл сондай мінекей бүгін номер 123 мектеп-лицейдің ұжымы ұйымдастырып жатқан осындай семинарда біздің алмасқан тәжірибемізде, алған тәлім, тәрбие жаңалығымызда көп деп есептеймін. Бұндай жалпы шаралар оқушылардың патриоттық сана сезімінің тәрбиеленуіне, жақсы жағына бұрылуына, өзін-өзін басқаруына және отбасы жалпы адамзаттық құндылықтарды бойына сіңіруге өте бір әсер ететін фактор деп атасақ болады. Ал біздің мамандардың бұндай шараларды жиі ұйымдастыруы кәсіби дамуына ықпал жасайды және әдістемелік қолдау көрсетеді. Жалпы осы бүгінгі басталған семинардың 3 шарасына қатыстым. Керемет туындаған дүниелерді, керемет жаңалықтарды көрдім деп айтсам болады. Осындай шаралар жиі ұйымдастырылса, біз ұлттық құндылықты бойымызға сіңірген патриот елдің азаматтарын көбірек тәрбиелейміз деп ойлаймын. Ұйымдастырушыларға үлкен рахмет. Әрі қарай осындай жұмыстар жалғасын таба берсін.